Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Жайна, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін достар, мен сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын сметанниктің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Барлық құрамдарын осы видеоның астына описанияға қалдырып кетем, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз пирогымыздың қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін осындай тереңдеу ыдысқа біздің ұнымызбенен қопсытқышымызды салып, осылай илектен өткізетін боламыз. Жақсылап илектен өткізіңіздер, бұл маңызды. Енді біз осы ұнымыздың үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды осы ұнға аунатып, біз крошка жасайтын боламыз. Видеода көрсетілгенде қолымызды осылай қимылдатып, біз сары майымызды ұнға аунатып ерітетін боламыз. Мінекей достар, бізде осындай крошкалар пайда болу керек. Енді оның үстіне жұмыртқамызды жарып, біз қамыр жасайтын боламыз. Мінекей достар, бізде осындай қамыр пайда болу керек. Енді біздің табағымыздың бетін жауып, пищевой пленкаменен тоңазытқышқа 30 минутқа жібереміз. 30 минут өткеннен кейін біз табамызға пергамент қағазын төсеп, оны сары майменен жағып шығамыз. Одан кейін біздің қамырымызды салып, осы табамызға жайып, видеода көрсетілгендей етіп, жан-жақтарына барлығына төсеп шығамыз. Енді біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін қаймағымызды ыдысқа саламыз. Оның үстіне жұмыртқаларды жарып, және де қантымызды салып, жақсылап венчикпенен араластырамыз. Бұны көп минут араластырмаңыздар, 10-15 секундтай араластырсаңыздар жарайды. Осында сұйық консистенцияда дайын болады. Енді біздің қамырымыздың үстіне осыны құйып, 180 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Және де достар, тағы да бір ескертетін жайт, біздің сметаннигіміз пеште пісіп болғаннан кейін, оны шығарған кезде 2-3 сағаттай табадан алмай суытыңыздар. Сол кезде біздің сметаннигіміз жақсы болып кесілетін болады, және де іші бәрі пісетін болады. 2-3 сағат суытқаннан кейін барып табадан аласыздар. Мінекей достар, бізде осындай өте дәмді болып шығатын сметанник дайын болды. Егер де бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің YouTube каналыма және де описаниядан өтіп, Instagram парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Жайна.